Армысыздар, ардақты ата-аналар, аяулы ұстаздар, қымбатты оқушылар, қадірлі жас түлектер. Бабалар аманатын арқалап, ұлы дала қайнарынан нәр алған Назарбаев зияткерлік мектептерінің символы жас өркендеріміз, яғни мектебіміздің түлектері бүгінгі салтанатты жиында мектеппен қоштасқалы тұр. Бұл күн мектеп тарихында, мектеп бітіруші түлектер есінде мәңгі өшпейтін күн. Уважаемые гости, дорогие друзья, в жизни человека много праздников и важных событий, но среди них есть один особенный и неповторимый, который бывает только один раз в жизни. Это последний звонок в честь окончания школы. И сегодня мы чествуем 6-й выпуск, который всем запомнится и навсегда войдет в летопись нашей школы. Торжественная линейка «Сәт сапар ұлы даланың жалынды жастары», посвященная окончанию 2020-2021 учебного года и чествованию наших выпускников, объявляется открытой. Өткенін білмейтін ел болашағын бағдарлай алмайды. Сонау сақтардан бастап ұлы Тұран даласын мекендеген ұлан ғайыр атырабының ұлтарақтай жері үшін жанын берген батыр бабаларымыз бен ақын жазушыларымыз, қоғам қайраткерлерінің ерлігін есте сақтап бағалай білу бүгінгі ұрпақтың парызы. Құрметті жас түлек, сіздердің мектеп бітіріп үлкен өмірге қадам жасар сәттеріңіздің жыр алыбы Жамбыл Жабаевтың туғанына 175 жыл, қоғамдық қайраткер ақын Әлихан Бөкейханұлының туғанына 155 жыл, қалам мен қаруды қатар ұстаған жерлес дарынды ақын Қасым Аманжоловқа 110 жыл толып отыр. Сонымен қатар қазақ халқының тарихындағы тұңғыш кәсіпқой балуан, тұтас ғұмырын күрес өнеріне арнап, ұлан ғайыр жер мен өршіл халқының бірінші болып өзге жұртқа паш еткен қазақтың тұңғыш кәсіби балуаны Қажымқан Мұңатбаевтың 150 жылдығымен тұспа-тұс келіп отыр. В этом году 30 лет независимости, завещанной народу великими предками. Сегодняшний Казахстан – состоявшееся государство, которое имеет большое геополитическое значение перед другими странами. Но самое главное – это страна с огромным потенциалом и процветающим будущим. Мы уверены, что и наши выпускники в будущем станут конкурентоспособными специалистами, ответственными гражданами и внесут свой достойный вклад в дальнейшее развитие независимого Казахстана. Действительно, это история и наследие Великой Степи. Это то, чем мы можем по праву гордиться. Мы потомки выдающегося народа. Ведь только зная о своем прошлом и учитывая его уроки, можно добиться больших успехов в будущем. Алғашқы құттықтау сөз өзінің білімділігімен, тапқырлығының арқасында әр баланың жүрегінен орын алған. Өмірдің адал жолын нұсқаушы, ұлағатты ұстаз, көреген басшы, мектебіміздің директоры Якупов Равиль Мансуровичке беріледі. Дорогие ребята, уважаемые коллеги, родители и гости, вот и подошел к концу этот учебный год.
Это был непростой год. Мы учились в условиях дистанционного обучения. Все было впервые, все было вновь. В то же время это знаменательный год. Вы заканчиваете школу, дорогие ребята, в знаменательный год, год 30-летия независимости Республики Казахстан. Сегодня Казахстан – независимое, демократическое и правовое государство. Большое внимание, в котором уделяется роли талантливой молодежи в создании креативной индустрии, являющейся одним из самых быстрорастущих сегментов мировой экономики. Президент страны Касым-Жомарт Токаев сказал: «Нам важно акцентировать внимание на вовлечении юных талантов в процессы развития страны. Каждый из них должен ощутить свою сопричастность к успехам Родины, почувствовать гордость за ее достижения». Несмотря на сложные условия обучения в этом году, связанные с пандемией, наша школа достигла серьезных результатов. В этом году претендентами на окончание школы со знаком «Алтын белги» является 9 человек. Претендентов на аттестацию с отличием 12 учащихся. Десятиклассников на свидетельство об окончании основной школы с отличием 14 учащихся. Общее количество учащихся, заканчивающих учебный год на отлично в нашей школе 115 человек. В этом году наши выпускники показали хороший результат по международному экзамену IELTS по английскому языку. Средний балл на 130 детей составил 6,8. Это высокий результат. Спасибо вам, ребята, вы молодцы. Высоких результатов добились наши ученики в этом году на интеллектуальных соревнованиях. На республиканском конкурсе научных проектов первое место по математике занял Амирзак Алишер, а Аразбек Камила заняла второе место в секции информатики. На республиканской олимпиаде по общеобразовательным предметам 5 наших школьников заняли призовые места. Цай Аркадий, Боголюбова Екатерина, Альмуханов Амир, Аразбек Камила, Баймурзин Рахим. Поздравляем вас, ребята, с высокими достижениями. Особо хочу сказать о Баймурзине Рахиме, который в этом году завоевал для школы целую серию побед и наград. Это Международная Жаутыковская олимпиада, 2 место по математике. Международная Азиатско-Тихоокеанская математическая олимпиада, 2 место по математике. Международная математическая олимпиада «Шелковый путь», 2 место по математике. Романова Алина на 15-й республиканской олимпиаде по казахскому языку, язык-символ независимости государства, среди учащихся 5-10 классов некоренной национальности заняла 1 место. Амирзак Алишер в конкурсе имени Джалдазбаева занял 1 место. На Менделеевской международной олимпиаде по химии Альмуханов Амир занял 3 место. На конкурсе молодых ученых, который проводит Корея, Дюшенбеков Ануар и Нурланов Фархат заняли 1 место по физике. На конкурсе Инфоматрикс Аразбек Камила заняла 2 место. Международная олимпиада Аль-Фараби по предметам математика, физика, химия, биология, 15 призовых мест в этом году в школе. Республиканская олимпиада по экологии, 17 призовых мест. Международный конкурс мегапроекта «Один день моей страны» Сагимбаев Даниал занял 3 место. Я поздравляю вас, ребята, с этими достижениями. Выпускники нашей школы показывают не только яркие интеллектуальные достижения, но и, согласно ценностям нашей образовательной программы, имеют активную гражданскую позицию, социальную ответственность, являются гармонично развитыми личностями, умеющими реализовывать себя и приносить пользу обществу. В течение школьных лет нынешние выпускники принимали активное участие и добились высоких результатов в проектной деятельности, социальных практиках, мероприятиях различного уровня. Так, например, в рамках социального проекта «Служение обществу» наши выпускники принимали активное участие в волонтерской деятельности клуба «Мост добра», который в этом году стал победителем международной премии «Волонтер года 2020» в номинации «Лучшая волонтерская организация». Во время пандемии принимали участие в республиканских акциях «Бызбыргемес» по поддержке граждан в условиях борьбы с коронавирусом молодежного крыла «Жас Атан», а также волонтерских проектов по дистанционному обучению сельских школьников.
Учащиеся нашей школы успешно участвуют в проекте «Медаль Елбасы», разработанном в рамках инициативы первого президента Нурсултана Назарбаева. На дистанционном конкурсе «Туган Елге Такзым» ученица 7 класса Камила Тазабекова признана автором лучшего проекта. Со своим проектом, сборником физических задач, помогающим глубже узнать историю Карагандинского региона. В этом году дебатерская команда нашей школы в сетевом дебатном турнире заняла 1-е место. Достижений много. Нам есть чем гордиться и нам есть что показать. Мы много и упорно работали в этом учебном году. Желаю всем вам, дорогие ребята и уважаемые коллеги, хорошо отдохнуть во время летних каникул, набраться сил, поправить здоровье. Надеюсь, что в новом учебном году мы встретимся в стенах уже нашей школы. И все вместе уверенно пойдем дорогой знаний к новым достижениям. Babalardan жүрген жолы кешегі, әуен болып құлағымда еседі, үкілеген үміттерін ақтауға. Үкілеумен жүрегімде тарихымның алауы, үкілеумен тілегімде ұлтымның жалауы. Үкілеумен жүрегімде тарихымның алауы, үкілеумен тілегімде ұлтымның жалауы. Жетпес мұраны, бабаларым менен көмек сұрады, ғасырлардан жеткен үкіл әуенім. Дәстүріміз биік шыңда тұрады, ұлағатты ұрпағымның ұраны, шақырады мені ғажап әлемім. Үкілеумен жүрегімде тарихымның алауы, үкілеумен тілегімде ұлтымның жалауы. 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 Келесі құттықтау сөз кезегі оқушылар бойына білім, ғылым, тарихи сана, мәдениет, дәстүр, ұрпақтар сабақтастығын қалыптастырып, болашаққа дұрыс қадам жасауға жәрдемдесіп жүрген мектебіміздің ұстаздары атынан қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі Исина Бақытжан Қапановнаға беріледі. Қайырлы күн, қымбатты әріптестер, құрметті мектебіміздің түлектері және қадірменді ата-аналар. Сіздерді соңғы қоңырау мерекесімен құттықтаймын. Бүгін біздің мектебіміз үшін ерекше күн. 12-ші сынып үшін ең соңғы рет соңғы қоңырау үні сыңғырламақшы.
Төлеген Айберген ағамыз өмір деген көк мұхиттың толқыны, жатқан тулап бір-бірімен жалғасып, жатқан шулап бір-бірімен арбасып, оғы толқындар арпалысып алға шық деген екен. Біз міне сондай алға қарай ұмтылатын, көшбасшы болатын толқынды мектеп табалдырығынан жаңа өмір жолына аттандырғалы отырмыз. Қымбатты мектеп түлектері, самғағанда қанаттарыңыз талмасын. Сіздер сапалы білім алдыңыздар, өнегелі тәрбие алдыңыздар. Сіздер өнерлі болдыңыздар. Сіздер қандай да бір зияткерлік ойындардың барлығында көшбасшы болып, ұшқыр ойларыңызбен бізді тәнті еттіңіздер. Біз сіздерге ризамыз. Біз сіздерді қимаймыз, қымбатты мектебіміздің түлектері. Біз сіздерге ақ жол тілейміз. Самғағанда қанаттарыңыз талмасын. Ақ жол, қадірменді түлектер. И мы рады сообщить, что имена и высокие результаты выпускников нашей школы займут свое достойное место в общей копилке достижений Назарбаев интеллектуальных школ. Это наши ученики, это наши выпускники. Биылғы түлектеріміздің арасынан оқушыларымыз ақш, Испания, Австралия, Польша, Гонконг, Біріккен Араб Әмірліктері, Қытай, Германия, Нидерландия, тағы да басқасында мемлекеттердің маңдайалды оқу орындарынан шақырту алды. Түлектеріміздің тағы бір тобы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Халықаралық бизнес университеті, Қазақ гуманитарлық заң университеті, Назарбаев университетінің шақыртуына ие болды. Бұндай шақыртулар әлі де жалғасуда. Қазақстаннан 400-ден астам оқушы қатысқан Вусонг университеті және Солбридж халықаралық бизнес мектебінің ұйымдастыруымен өткен 7-ші халықаралық жас ғалым ғылыми байқауында Ануар Дүйсенбеков пен Фархат Нұрланов алтын медальға ие болды. Байқауға Ануар мен Фархат соққы сипаттамаларын анықтауға арналған балауыз және график негізінде композиттік сенсор көмегімен баскетбол добын сынау ғылыми жобасын ұсынды. Жас ғалымдарға Вусонг университетінің гранты берілді. Өмірзақ Әлішер республикалық ғылыми жобалар конкурсында айналма гоматетиялар композициясы жобасын қорғап, геометриялық түрлендіруге қатысты зерттеу нәтижесінде алтын медальға ие болды. В дистанционном формате прошли 33-я Международная Азиатско-Тихоокеанская математическая олимпиада и 20-я Международная математическая олимпиада «Шелковый путь». В состязаниях одаренных школьников принял участие ученик Назарбаев интеллектуальной школы города Караганды Рахим Баймурзин, завоевал серебро. Учащиеся Назарбаев интеллектуальной школы города Караганды Алишер Умрзак и Камила Уразбек стали призерами республиканского конкурса научных проектов. Алишер Умрзак представил проект «Композиция поворотных гоматетий», в котором исследовал теорему, связанную с геометрическими преобразованиями. По итогам конкурса был удостоен золотой медали. Камила Уразбек, ученица 11 класса, завоевала серебряную медаль за проектную работу по использованию дополненной реальности в образовательном процессе. Жалпы білім беретін пәндер бойынша республикалық олимпиаданың қорытындысы бойынша Қарағанды қаласындағы Назарбаев зияткерлік мектебі үздік олимпиадалық мектеп 2021 номинациясында 3-ші орын иеленді. Выпускники нашей школы показывают не только яркие интеллектуальные достижения, но и согласно ценностям образовательной программы НИШ имеют активную гражданскую позицию и социальную ответственность, являются гармонично развитыми личностями, умеющими реализовывать себя и приносить пользу обществу. В течение школьных лет нынешние выпускники принимали активное участие и добились высоких результатов в проектной деятельности, социальных практиках и проектах, мероприятиях различного уровня. Так, например, в рамках социального проекта «Служение обществу» наши выпускники принимали активное участие в волонтерской деятельности клуба «Мост добра», который стал победителем международной премии «Волонтер года 2020» в номинации «Лучшая волонтерская организация». Во время пандемии принимали участие в республиканских акциях «Біз біргеміз» по поддержке граждан в условиях борьбы с коронавирусом молодежного крыла «Жас Отан» при партии Нур Отан, а также волонтерских проектов по дистанционному обучению сельских школьников. Среди них хочется отметить президента клуба «Мост добра» Мухтарова Асель,
волонтеров Минисова Инару, Шахабаева Аблая, Оспан Жархына, Райымбекова Карима, Байману Диару и многих других. Біз біргеміз жалпыұлттық акциясы аясында волонтерлық қызмет атқарып, мұқтаж жандарға көмектескендер үшін Инара Минисова мен Аблай Шахабаев елбасының алғыс хатына ие болды. Ученица 11 класса Айгерим Искакова стала обладателем медали Ельбаса. Медаль Ельбаса – проект, разработанный в рамках инициативы первого президента Нурсултана Назарбаева «Ел үміті». Қарағанды қаласындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің оқушылары Ақмарал Дайрабай мен Қаныш Берілбеков Астана Дебат Юнион ұйымдастырған ұлттық мектепшілік пікірсайыс турнирінде жеңіске жетті. Оқушыларымыз Мұқағали Мақатаевтың 90 жылдық мерейтойына орай өткен поэзия падишасы Мұқағали Мақатаев республикалық байқауында жүлделі орындарға ие болды. Эссе номинациясында Алтынай Қуатбек 3-ші дәрежелі дипломға, Дана Абуова 2-ші орынға, Жания Смағұл 1-ші орынға ие болса, Ақмарал Дайрабай бас жүлдеге лайық деп танылды. Мұхамеджан Несібелі арнау номинациясы бойынша қатысып, 2-ші орын иеленді. Ал көркемсөз байқауында бақ сынасқан Имануил Грибов 3-ші дәрежелі дипломға ие болды. 2020 жылғы туған елге тағзым өлкетану зерттеу экспедициясы бойынша қашықтан өткен желілік байқауға Қарағанды қаласындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің 48 оқушысы 16 мұғалімі қатысқан болатын. Олар экспедиция аясында 29 жоба дайындап, оның 10-ы республикалық кезеңе жолдама алды. На дистанционном конкурсе было предоставлено 200 проектов и творческих работ по номинациям «Туған өлкем жұмақ мекен», «Ұлт руханияты бабалар аманаты», «Ұлы дала өркениеті тарихи мұра», «Өндірістік инновация кепілі зияткерлік әлеует», «Селт еткізер ерен ой», «Туған жер тұғыры». Ученица 7 класса Камила Тазабекова признана автором лучшего проекта в номинации «Өндірістік инновация кепілі зияткерлік әлеует». Разработанный Камилой сборник физических задач, помогающий глубже узнать историю Карагандинского региона, занял 1-е место. 10-ші сынып оқушылары Нариман Ақберген мен Сабина Балтина және 11-ші сынып оқушысы Асылхан Омбаевтың жобасы «Ұлт руханияты бабалар аманаты» номинациясында 2-ші орынға ие болды. Оқушылар туған қаладағы мозаикалық пано, барельеф пен муралдардың эволюциясын зерттеді. Я поступил в НИШ практически с момента его основания. Конечно, я очень много готовился. Здесь я подтянул английский и приобрел кучу навыков для поступления на грант. Не только в казахстанские, но и в зарубежные вузы. Узнал очень много непонятных на тот момент слов. IELTS, TOEFL, SAT. Формативки и суммативки. Учась в такой конкуренции, нужно соответствовать и работать в 2, нет, в 3 раза больше остальных. Здесь я воспитывал себя, побеждал и проигрывал, писал ночами проекты и научился не сдаваться. Всем привет из Бельгии! Я всегда был горд тем, что являюсь выпускником НИШ, и всегда рад встретить новых ребят из других городов, школ и выпусков, потому что мне кажется, что как выпускники одной системы мы должны быть дружны и держаться вместе. Салем всем! Так что мне дал НИШ? НИШ дал мне друзей, с которыми я дружу уже как 10 лет. Фундамент знаний во всех направлениях. И самое главное – поверить и увидеть, что все в этом мире возможно. Дорогие студенты НИШ, выбирайте именно то ремесло, которое откроет вам двери в светлое будущее в абсолютно любой точке мира. Количество наших выпускников растет, и статистика постоянно меняется. Поэтому я и несколько других выпускников взялись за создание единой организации в лице объединения выпускников НИШ, которая бы связала, например, ученика 10 класса НИШ, города, допустим, Павлодар, с выпускником НИШ Астана, который уже работает в booking.com в Амстердаме. И сейчас мы стали ближе. Неважно, когда и где ты окончил НИШ, студент или уже работаешь, ты всегда будешь частью нашего комьюнити и можешь повлиять на будущих выпускников. Даже простой совет и одно верное решение может изменить жизнь каждого в лучшую сторону. Так же, как когда-то 12-летний я
решил поступить в Назарбаев интеллектуальную школу. Биыл білім ошағымыздан 130 түлек үлкен өмірге қанат қағып ұшқалы отыр. Солардың арасында 9 шәкіртіміз алтын белгіге, 12-сі үздік аттестатқа үміткер. Бұл ұстаздар қауымының жылдар бойғы еңбегінің жеңісі. Әр оқушы жүрегіне жол тауып, дұрыс бағытқа қарай жөн сілтей алуларында деп білеміз. Болашақ кілті білімде, туған елінің тарихы мен мәдениеті, дәстүрінен нәр алған зияткерлік және шығармашылық әлеуеті үйлесім тапқан Қазақстан мен әлемнің заманауи қауымдастығының болашақ көшбасшылары, мектебіміздің алтын белгіге және үздік аттестатқа үміткер жас өркендерін қарсы алыңыздар. Претенденты на знак алтын белгі. 12-ші В сыныбы Ибраева Дарина Мұратқызы, Хасенова Азере Қайратовна, 12-ші Си сыныбы Азер Ахмет Гүлсім Сүлейменқызы, Күндізбай Ұлан Нұрланұлы, 12-ші Д сыныбы Сәрсенбаева Аружан Тілеубековна. 12-й Е класс Ильтаева Саяжан Ильтаевна, Симбинова Сабира Самаловна. 12-й Ф класс Магай Алексей Владимирович, Мадияр Бек Маратұлы. Претенденты на аттестат с отличием. 12-ші Эй сыныбы Жанабаев Даниал Жанболатович, Жукина Арайлым Нурдинқызы, Қайдаров Абай Дулатович. 12-ші Би сыныбы Оспанов Санжар Дастанович, Серік Мерей Ероланұлы. 12-ші Си сыныбы Мауленов Дінмұхамед Мауленұлы. 12-ші Ди сыныбы Аманжолова Анелия Сакеновна, Қажықарам Назира Дәуренбек қызы, Сүлеймен Назерке Еркеблан қызы. 12-й H класс Коккозов Ерназар Маратович, Сарсенова Бахткүл Абдрахмановна, Сотникова Валерия Константиновна. Ата-ананың аялы алақаны мен жүрегіне, шексіз мейірімі мен кіршіксіз таза көңіліне тең келер ештеңе жоқ. Сөз кезегі құрметті де қадірлі ата-аналарымыздың атынан Оразбекова Айгүл Какимановнаға беріледі. Дорогие ученики, выпускники, родители, учителя, кураторы, администрация школы, поздравляю вас с праздником, с последним звонком. От имени родительского комитета хочу всему персоналу школы поблагодарить. Благодарю вас всех за вашу поддержку, за вашу помощь, за ваш великий труд, за то, что помогаете развиваться нашим детям, за то, что помогаете раскрыть каждого свои таланты. И сегодня мой сын является выпускником этой школы. Мы гордимся, что мы учились в этой школе, что мы заканчиваем ее. И, пользуясь моментом, хочу поздравить всех выпускников с окончанием школы, пожелать им оставаться такими же целеустремленными, открытыми и уверенными. Пусть каждый из них сделает верный выбор своей профессии, пусть каждый из них найдет свою дорогу в жизни. Мы всегда будем гордиться и восхищаться вами. Вы архитекторы будущего нашей страны. Спасибо. Қадірлі жас түлектер, сіздер бүгін мектеппен қоштасып, үлкен өмірге жолдама алғалы тұрсыздар. Тұңғыш елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев жас ұрпақ тәрбиесіне, білім беру ісіне ерекше назар аударып, сіздердің сапалы білім алып, үлкен азамат болуларыңыз үшін барынша жағдай жасады. Еліміздің болашағы сіздердің қолдарыңызда. А сейчас наступил волнительный момент. По традиции слово предоставляется виновникам сегодняшнего торжества, выпускникам 2021 года, которые с волнением и трепетом ждали этот день. Дорогие выпускники, сегодня вы прощаетесь со своим школьным детством, и впереди вас ждет взрослая жизнь. В ней будет много новых открытий и достижений, интересных проектов и добрых начинаний, начало которым положено огромным трудом ваших любимых учителей и наставников, поддержкой и верой дорогих родителей. Слово предоставляется нашим выпускникам, претендентам на знак «Алтын белгі». Жаңа мектепке көшкенде, осы ортаға қалай тез сынып кетсем болады деген сұрақ мені қатты мазалады. Алайда, мұғалімдерімді алғаш көргенде, еш уайымның қажеті жоқ екенін түсіндім. Себебі әр мұғалім өзінің өзгеше атмосферасымен, сабақ берудің өзгеше техникасымен мені қызықтырды.
Құрметті мұғалімдер, әрдайым оқушыларыңызды бірінші орынға қойып, кез келген тығырықтан шығар жолды табуға көмектескендеріңіз үшін көп рахмет. Сонымен қатар мектебіміздің кураторлары оқудың бірінші күннен бастап бүгінге дейін қолдау көрсетіп келе жатқандарыңыз үшін көп рахмет. Я бы хотела сказать слова благодарности школе за то, что она дала мне возможность получать самые высококачественные знания наряду с яркими и самыми, что ни на есть, незабываемыми эмоциями, за то, что она свела меня с таким огромным количеством харизматичных, интересных, умных людей. Также я бы хотела выразить слова благодарности учителям, которые вложили в меня столько интеллекта, духовности и какого-то ментального состояния спокойствия. Ну и, конечно же, администрация школы, которая продемонстрировала настоящие навыки организованности и точности. И куратору, которые, наверное, стали нашими вторыми родителями и сопровождали нас на этом нелегком и долгом пути. В первую очередь хочу поблагодарить наших учителей за их понимание, поддержку. Благодаря ним в нас заложены основы, которые, я уверен, пригодятся нам в будущем. Также хочу поблагодарить администрацию и кураторов за то, что поддерживали нас на протяжении всего пути и помогли нам преодолеть такие тяжелые времена, как переходы на СОРы и Сочи, онлайн-обучение и экзамены. Также хочу поблагодарить всех учеников, благодаря которым эта школа является такой яркой и интеллектуальной. И поздравляю вас всех с окончанием учебного года. Странно, что так же, как и перед родителями, мы испытываем вину перед учителями. И вовсе не за то, что было с нами в школе, нет, а за то, что стало с нами после. Дорогие учителя, я надеюсь, что спустя много-много лет нам не придется испытывать чувство вины перед вами. Ведь вы вложили в нас столько усилий, времени и трудов для того, чтобы мы стали хорошими людьми. Спасибо за то, что всегда пытались сделать сложное для нас простым и понятным, давало нам силы верить в себя и продолжать изучать что-то новое. Спасибо за ваши железные нервы. Вы терпели наши дерзости и легкомыслие, и это показало нам, что значит настоящее самообладание. Спасибо за то, что всегда вы охотно хвалили нас и прощали нам наши глупости, а критиковали неохотно. Это показало нам, что значит снисходительность и великодушие, и когда их нужно применять. Спасибо за то, что в нашем обучении вы проявляли свое мастерство, талант и профессионализм, и это сделало нас такими, какие мы есть сейчас. Құрметті де қадірлі ұстаздар мен кураторлар, сіздерге деген алғысымыз шексіз. Сіздер бізге білім бердіңіздер, тәрбиеледіңіздер. Енді біз де мектеп ұясынан ұшқалы отырмыз. Әрдайым бізді қолдап, ақыл кеңес беріп, әрқашан бізге уақыттарыңызды аямай жанымыздан табылатынсыздар. Сіздерге шын жүректен зор денсаулық, табыс пен бақыт тілейміз. Әрдайым ерен еңбектеріңіздің жемісін көре беріңіздер. Бүгін біз осы жылдар ішінде бізге екінші үй болып үлгерген мектебімізбен қоштасқалы жатырмыз. Бүгін біз барлық мұғалімдерге, ата-аналарға, мектеп әкімшілігіне, әрдайым бізге шыдамдылық, түсіністік және қолдау көрсеткендері үшін алғыс айтқымыз келеді. Сіздер бізге қорықпауды, ешқашан берілмеуді және өзімізге сенуді үйреттіңіздер. Сіздердің әрқайсыларыңыз біздерге белгілі бір жетістіктерге жету жолына шабыт беріп, үлгі бола білдіңіздер. Мектепке қуана келіп, күнделікті қайтып оралғымыз келетіндей жағымды атмосфера құрғандарыңыз үшін де үлкен рахмет. Сіздерді және мектебімізді үлкен ықылас және жүрек жылуымен еске алатынымызға сенімдімін. Сіздерге мың алғыс. Вот и настало время покидать то место, где я приобщался к знаниям. Рано или поздно это должно было наступить. Но хочется сказать огромное спасибо за то, что с нами были учителя и кураторы. Ведь впереди целая жизнь, а позади веселые моменты с одноклассниками, усердие в учебе и их труд. Кто-то скажет, что успех обучения в основном зависит от желания учащегося. И я не соглашусь. Кто разожжет интерес в ученике, кто поможет ему поднять материал с чувством, с толком, с расстановкой, кто решит организационные вопросы. Да, во мне костер еще горит, за что людям в строгой форме, но с добром внутри, честное спасибо. Мектеп табалдырығын аттаған сәттен бастап, мектеп өмірінің қалай зулап өткенін байқамай да қалыппыз. Аяулы ұстаздарым, кураторым және де мектеп әкімшілігі.
6 жыл бойы білім мен тәрбие беріп, үлкен өмірге дайындағандарыңызға шексіз алғыс. 6 жыл бойы білім нәрімен сусындандырған аяулы мектебімізге үлкен рахметімізді айтамыз. Мектеп қабырғаларымен қоштасып, ұстаздарымызбен қош айтысатын шақ бізге де лезде келіп жетеді деп кім ойлаған. 6 жыл бойы мені сабырлы ұстаздарым, мейірімді кураторым және адал достарым қоршап, жол көрсетіп келді. Жылдар бойы мен тек ғылым мен білімді оқып қана қоймай, сондай-ақ қаншама даналық, тәлім-тәрбие мен тәжірибе жинадым. Қазіргі тұлғамның да көп бөлігі осы жерде қалыптасқан. Мен өз мектебіме және мектептегі оқушылар өздерін үйдегідей сезінгенін қамтамасыз еткен барлық жандарға, оқушыларға деген сенімі мен бірге өткізген бақытты сәттер үшін шексіз алғысымды білдіремін. Бүгінгі сыңғырлай соғылған қоңырау үні бала шақтан болашаққа қадам басқан түлектердің жадында мәңгі қалары сөзсіз. Алғашқы қоңырау балалық арманыңды жетелеп, білім алып, мақсатыңды айқындауға шақырса, соңғы қоңырау үні кәмелетке толып, оң солын танып, қанаттанған боз бала мен бойжеткендерді арман биіктеріне ұшырып, ең үлкен өмір мектебіне шығарып салады. Соңғы қоңырау осындай қимас қоштасу әуені сәтімен ыстық. Құрметті жас түлектер, бүгінгі мерекелеріңізбен құттықтай отырып, жаңа өмірлеріңізге ақ жол, сәт сапар тілейміз. Қудық бақыт құсын құшарға, қанат будық қияшынға ұшарға. Сүйінді қыз ұшқыр ойға сенселер, зияткер күшті басты кіс алға. Зияткерлік білім арнасы, Сарыарқаның сәнді ордасы, парасатын біздер иесі. Жолдасы, сенім артқан бізге елбасы, бабалардың бізде жалғасы. Бұл мәңгілік елдің ұрпағы, бізге мәлім болса болмаса. Біз тұлғамыз ақын хәкім ғалымда, біз тұрамыз әділдіктің жолында. Назарбаев зияткерлік мектебі, ізгілікті із қалдырар сонында. Зияткерлік білім арнасы, Сарыарқаның сәнді ордасы, парасатын біздер иесі, болашақтың біздер жолдасы. Сенім артқан бізге елбасы, бабалардың бізде жалғасы. Бұл мәңгілік елдің ұрпағы, бізге мәлім болса болмаса. Зияткерлік білім арнасы, Сарыарқаның сәнді ордасы, парасатын біздер иесі, болашақтың біздер жолдасы. Сенім артқан бізге елбасы, бабалардың бізде жалғасы. Бұл мәңгілік елдің ұрпағы, бізге мәлім болса болмаса. 2020
2021 оқу жылында мектеп бітіруші түлектеріміздің құрметіне арналған «Сәт сапар ұлы даланың жалынды жастары» атты салтанатты жиында жабық деп жариялаймыз. Бақытты күндерде жүздесейік. Сау болыңыздар!